Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Бақ береке үйіңізге кіріп алсын. Болды енді кетпеймін деп тұрып алсын. Әрқашанда сәттілік серік болып, бар тілекті Аллахым қабыл алсын. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Абай Құнанбайұлы былай депті: сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам ызалана алмаймын, күлсем қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлде кімдікі. Адамда жақсы қасиет болса, оған бақ та бақыт та қонады. Ақымаққа айла жоқ, айтқан менен пайда жоқ дегендей, тағдырдың ең жаман әзілі ақылды адамды ақымаққа тәуелді ету. Ақымақтың қажеттілігі үшін қажеттілігіңізден бас тартасыз. Ақымақты мақтауға пікіріне тәуелдісіз. Теңіздей сұлулық не керек, бір тамшы бақыт болмаса. Сан жетпес байлық не керек, бір таза жүрек болмаса. Атақ абырой не керек, жүректе иман болмаса. 100 жалған дос не керек, бір адал дос болмаса. Бір жамандық болу үшін жарты сағат жетеді екен. Бір жақсылық болу үшін жарты өмірің кетеді екен. Жаның, барың, ермегің де ақыл сынның өтем екен. Жеме-жемге келгенде жақының да бөтен екен. Өмірде кедей адамнан емес, арсыз адамнан қаш. Түрі сыйықсыз деп қашпа, ниеті жаманнан қаш. Шындықты айтып сені ренжіткеннен емес, көзіңе қарап тұрып, өтірік айтқаннан қаш. Жасампаз досың үстіңдегі киіміңе қарайды. Мансапты досың үйіңе қарайды. Ақылды досың көңіл күйіңе қарайды. Ең жақсы досың ауырып жатсаң, жаның жазылғанша қарайды.